Dostlar, сәлеметсіздерме? Менің атым Туяра, мен сахамын, мен қазақша үйреніп жатырамын, бірақ менің қазақшам өте жаман. Қазір қазақша үй жұмыс істеп жатырамын. Жетел өткен шақ үй жұмысы. Сіз көмектестіңіз. Дұрыс. Мен айтпадым. Дұрыс ма? Дұрыс. Іздемедің. Дұрыс. Өте қиын болды. Қазір мен мектепке барамын. Дәріс үшін өте кішкенем. Күшінде Алматыда пробка көп. Қар бар. Өте керемет. Сәлеметсіздер ме? Келуге болады ма? Рахмет. Поэтому добавляется дальше согласные «н» и уже твердое мягкое «нда» и «нде». А также работает вот это «нда», «нде» только о притяжательных в третьем лице. И Жақсы, дәріс бітті. Қазір үйге барамыз. Көп рахмет. Сау болыңыз.